Құрметті ұстаздар, қазіргі таңда мектеп әкімшілігі, әдістемелік бірлестік жетекшілері, ұстаздар өздері қашықтан оқытуға ауысу бағытында белсенді жұмыс атқаруда. Осындай сын сәтте ұстаздар оқушыларға қызықты, тартымды сабақ беруде. Балаға жаңа форматта мұғалім мен оқушы арасындағы байланыстың орнауына ықпал етуде. Тек осылай бірлесе жұмыс жасау арқылы біз оқу үрдісін ұйымдастырып, балаларға қажетті білім мен құзыретті бере аламыз. Қазақстандағы қазіргі жағдайға байланысты Қазақстанның бірқатар қалаларында төтенше жағдайлардың енгізілуімен және оқушылардың қашықтан оқуға ауысуымен мұғалімдер, оқушылар, ата-аналар бір-бірінің өз өмірлеріндегі маңыздылығын түсіне бастады. Оқушылар қашықтан оқып жатса да, барлығының білсең, үйренсең деген ынтасы зор. Осы оқушылардың қызығушылығын сөндірмес үшін біз мұғалімдер барлық күш-жігерімізді саламыз. Осыған орай мен Иван Панфилов атындағы номер 39-шы мектеп гимназиясының мұғалімі, мектеп басшылығына және мектеп ұжымына алғысымды білдіремін. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Қазіргі таңда бізде онлайн сабақтары, яғни қашықтықтан оқыту қызықты жүргізілуде. Балалар балапан телеарнасын және еларна телеарнасын көру арқылы көптеген өзіне қызықты материалдар алуда. Мен осы бағытта жүйелі жұмыс істеп жүрген мұғалімдерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің жұмыстарыңыз, еңбегіңіз, барлық балаларға берген біліміңіз үлкен жемісін көрсетеді деп сенемін. Сіздерге денсаулық және де отбасыңызға бақыт тілеймін. Хочу выразить огромную благодарность нашим учителям за уникальный подход к каждому ученику в столь нелегкое время и за ваше терпение. Спасибо учителям. Мен Асубай Ажар Кенжебекқызы Иван Панфилов атындағы номер 39-шы мектеп гимназияның 10-шы сынып оқушысы ұстаздар қауымына өзімнің алғысымды жеткізгім келеді. Әлемдік пандемия жағдайында еліміздің барлық мектептерінде оқытудың қашықтық режиміне көшірілгені белгілі. Қашықтықтан оқыту біздер үшін қорқыныш пен қызығушылық тудырды. Осы қашықтықтан оқудың біршама күндерінде артқа тастадық. Осы уақытта бойымызға үміт пен сенімді ұялатып, бізді жігерлендіріп, бойларындағы бар білімді шәкірт бойына дарытқан, әрқашанда қиыншылықты жеңе білетін ұстаз деген ұлы тұлғаға алғысымыз шексіз. Осындай сын сағатта жүйелі білім беріп, сабырлық, төзімділікті бірге ұштастырып, әрқайсымызға ерекше көңіл бөліп, еліміздің жарқын болашағы біздерге ақыл парасат, күш-жігер, сапалы білім беріп отырған қажырлы еңбектеріңізге бас иеміз. Бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге жеңеміз. Біз біргеміз. Мен Жамбыл облысы Тараз қаласының Иван Панфилов атындағы номер 39-шы мектеп гимназияның 10-шы сынып оқушысы Тарпанова Әйгерім. Мен барша ұстаздарға басымды иіп, өзімнің үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі ұстаздар қазіргі таңдағы сынаққа қарамастан жол тауып, қашықтықтан шәкірттеріне білімдерін себуде. Қашықтықтан оқыту жаңа дағды болғанымен, біздің ұлағатты ұстаздарымыз бұл жағдайда да өздерінің шеберліктерін көрсетіп, жаңа технологиялармен біздерді қызықтырып, және де бізді жаңа білімге баулуда. Аяулы ұстаздар, сіздердің ерен еңбектеріңізге, төзімділіктеріңізге, және де қандай да қиыншылық болмасын жол таба білетін шеберліктеріңізге тәнтімін. Сіздердің жаңа ұрпақ тәрбиелеудегі өлшеусіз еңбектеріңіз абыройлы да табысты болуына тілеймін. Мерейлеріңіз бен мәртебелеріңіз үстем болсын, ардақты ұстаздар. Всех приветствую! Хочу поблагодарить своих учителей школы гимназии номер 39 за то, что, несмотря на карантин, они каждый день выходят с нами на связь и также продолжают нас обучать. Еще хочу поблагодарить своих учителей за огромный вклад в каждого из нас, за заботу, за поддержку, за вечный стимул. Мы искренне оправдаем ваши все надежды, к чему вы нас подталкивали всеми годами. Вам желаем всего самого наилучшего. Всем здравствуйте, меня зовут Хашимова Асаль, и я ученица школы гимназии номер 39 города Тараз. От лица всех учеников я хочу выразить огромную благодарность учителям нашей школы за то, что даже в такое непростое время они продолжают давать нам знания, не прерывая учебного процесса. Спасибо, что все так же усердно готовите материалы
мектеп гимназиясының 9-шы А сынып оқушысы Аспанер Әсел. Қиын кезеңге қарамастан ұлағатты ұстаздарымыз қашықтан оқыту барысында бізге үздіксіз білім беруде. Тынымсыз еңбек етіп бізді білім нәріне сусындырып жатқандары үшін алғысым шексіз. Балапан және Еларна телеканалдары өзінің эфирлік уақытында бейне сабақтары арқылы бізге білім беруде үлкен үлестерін қосуда. Сонымен қатар білім платформасы өзінің көптеген және әртүрлі ресурстармен ерекшеленеді. Оның бізге берер пайдасы өте зор. Ондағы қызықты мәліметтер мен қызықты бейне сабақтар біздің сабаққа деген және білім алуға деген ынтамызды арттырады. Білім алудың тамыры ащы, жемісі тәтті. Бізге білім алуға ештеңе кедергі емес. Мен осындай күш-жігеріміздің арқасында осындай қиын жағдайды еңсеріп өтетінімізге сенімдімін. Дорогие учителя школы номер 39, я вас благодарю за то, что вы нас учите и даете нам свои знания. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов и особенная благодарность Ольге Валерьевне за ее труд и терпение. И я всем желаю крепкого здоровья. Бізде болып жатқан жағдайға байланысты біз қашықтан білім алудамыз. Қашықтан білім алу бізге қиын болып көрінген болады. Сол қиындықтарды жеңуге көмектескен ұстаздарымызға алғыс айтамын. Уважаемые учителя и администрация школы-гимназии номер 39, хотелось бы выразить вам большую благодарность за вашу помощь, за ваше терпение ввиду такой нелегкой ситуации. Вы всегда готовы нам помочь. Благодаря вашему профессионализму уроки легкодоступны и проходят как на одном дыхании. В особенности мы хотим поблагодарить нашего классного руководителя Абдрахманову Алму Аблаевну за ваше нескончаемое терпение и большой вклад в развитие обучения наших детей. Вы всегда в трудную минуту готовы помочь нам. Берегите себя, родных и близких. Благодарим вас. Қазіргі қашықтан оқыту бүкіл республикамызда мұғалімдердің еңбегін барлық қырынан көрсетіп отыр. Күнделікті қашықтықтан оқушының зердесіне жаңа сабақты түсіндіру, өзара пікір алмасу, жаңа тақырыпты оқушының зердесіне сіңдіре білу, ол сіздердің үлкен еңбектеріңіздің арқасы дер едім. Қазіргі елімізде болып жатқан қиын қыстау шақта ұстаздардың иықтарына артылған жүкті бәріңіз де абыроймен атқарып келесіздер. Номері 39-шы мектеп-гимназия ата-аналарының атынан мектептің мұғалімдеріне зор алғысымды білдіргім келеді. Құрметті ұстаздар, сіздер барлық атаққа лайықсыздар. Сіздерге мың алғыс. Уақытта пандемия жағдайында мұғалімдер қауымы жұмысын еш тоқтатпай сабақтарын өз кезегінде өткізуде. Оқушы мен мұғалімнің қашықтықтан хабарласуы, тақырып пен деректерді қолжетімді деңгейде жеткізуі үлкен еңбек. Ата-ана ретінде баламның білім беруіне үлкен үлесімді қосамын әрине. Бірақ мұғалімдердің еңбектерін өз деңгейінде бағалап үлкен алғысымды білдіргім келеді. Добрый день. Я мама ученика 3-го класса школы-гимназии номер 39 Алпспая Замжана. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить нашего классного руководителя Орумбекову Розу Мамытовну за ее старания, за ее труд. Также администрацию школы номер 39 в лице директора Гульнары Муратбековны, учителей Венеру Танатовну, Динару Решатовну и других учителей за ваше терпение, за ваш труд. В это нелегкое время тяжело и детям, и родителям, и тем более вам, дорогие учителя. Мы стараемся помочь в процессе обучения нашим детям, но понимаем, как это тяжело. Элементарно не хватает даже терпения. Я уже не говорю о профессионализме преподавать. Спасибо за вашу профессию учитель. Надеюсь, это время закончится. Мы все пройдем. Желаю всем здоровья, удачи.
Моя дочь учится в школе-гимназии номер 39 во 2 Е-классе. Классный руководитель Ольга Валерьевна. Я очень благодарна ей и всем учителям за их работу в такое непростое время. Во время карантина они обучают, помогают детям, что очень важно в дистанционном обучении. Им очень сейчас трудно. И я очень благодарна всем учителям, нашей школе, классному руководителю за такое трепетное отношение к детям. Спасибо большое, здоровья вам и терпения. Мен 3 баланың анасымын. Балаларым Тараз қаласындағы Иван Панфилов атындағы номер 39 гимназиясында оқиды. Балаларымның сынып жетекшілері мен пән мұғалімдерінің күн сайын ізденіспен сабақтарын түрлендіріп өткізіп отырғандарының куәсі болып отырмын. Олар күніге Билімлен, Дарын онлайн, Сабақ KZ, Zoom, Күнделік KZ платформаларында сабақ өткізіп, өз қажеттілерімен пайдаланып жатыр. Әрине, оқушының алдында тұрып, сабақ бергенмен және қашықтан оқыту екі бөлек нәрсе деп ойлаймын. Және де жаңа форматта оқытудың өз қиындықтары болары сөзсіз. Бірақ аз уақытқа қарамастан ұстаздарымыз балаларымызға сабақтарын онлайн форматта өткізіп жатыр. Балаларыма қарап қашықтан білім алуда олардың жауапкершіліктері мен ізденістерінің арта түскендерін байқап отырмын. Ұстаз қауымының осы кезеңде еңбектерінің қаншалықты ауыр екенін үйде отырған ата-аналар түсінген шығар деген ойдамын. Және ата-аналар атынан Иван Панфилов атындағы номер 39 гимназия ұстаздар қауымына ел еңсесін көтеру ісіне белсене үлес қосып, шәкірттерді болашаққа шабыттандырып, бақытты күндерге бастаушы болып отырғандар үшін алғысымды білдіремін. Біз рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. Сондықтан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты бірге еңсереміз деп